Kızlar, мінекей, осы ашты көжені жасау үшін не керек? Перловка керек. Bir кесек перловка. Süt керек, таң керек. Таң деген напиток. И тұз керек, су керек. Болды. Ең бірінші, мына перловканы жуамыз. 3-4 қайтара жуамыз. Қыздар, 3-4 қайтара жуамыз. Міне, 3-4 қайтара перловканы жудым. Енді бұны қайнап жатқан суға саламыз. Қыздар, суым қайнап қалды міне. Мен бұған қазір толтырып тұрып бір қасық тұз саламын. Хоп. Мінекей. Қазір мына тұз ериді. Су қайнайды, сол кезде жаңағы бір кесе перловкамды салып пісіретін боламын. Мінекей. Перловкамды саламын. Салып араластырамын. Түбі жабысқамасын, пока әбден қайнағанша араластыра беріңдер, қыздар, иә. Содан кейін қатты қайнаған кезде астын ақырынға басып қоясыздар. Астын ақырынға басып қоясыздар, ақырын бабымен өзі піседі. Қазір бір қолымда телефон, маған ыңғайсыз болып тұр. Телефонды өшірем. Қыздар, міне перловка тура 50 минут қайнады. Перловкам пысты. Егер үлкен кісі ішетін болса, онда бұдан артықта қайната беріңіздер. 1,5 сағатқа дейін, сол кезде бұл бөлініп кетеді. Жарылады бұл перловка. Ешкі жүп-жұмсақ болады. Так негізінде мінекей 50 минут қатып тұр. 50 минут. Мінекей пысты. Газдың астын өшіремін мен қазір. Содан кейін мінекей, өздеріңіз білесіздер, менің енемнен қалған советский кастрюлем бар ғой. Соған 1 литр сүт құямын. Мынау баклажка 1,5 литрлық. Мен оның 1 литрдан аса кішкене сүтті құямын. Қалған сүт ертең 7 шелпек пісіруға тұра береді. Осы кастрюльге қазір мына сүтті құйып, мен пісіремін. Қыздар, міне, кейбір қыздар бар ғой, бұлай көпіршіп сүт көтерілген кезде газдың астын өшіре салады пысты деп. Олай емес. Оны араластырғаннан кейін сүт міндетті түрде 4-5 минут қайнауы керек. Өз қайнаған кезде өз пысқан сүттің иісі шығады. Сол кезде ғана пысады сүт. Кейбір қыздар өшіре салады кішкене көтерілген кезде пысты деп. Қыздар, мінекей, біздің перловкамыз да пісті, сүтіміз де пісті. Қазір енді ашыған көжені жасаймыз. Бұған мінекей сүтімізді құямыз. Қыздар, ана перловкада көрдіңіздер ғой, я не? Қалай? Суы бар. Мұның үстіне су құйсаңыздар да болады. Тағы да су құйсаңыздар болады. Жақсы сусын ғой енді бұл. Енді мінекей сүтті жаңағы перловкамда үй температурасында, аса қатты суықта емес, аса сондай жылы негізгі температура. Содан кейін мінекей таң напиток, таңды қостым. Көрініп тұр ма таң? Міне таң напиток. Осыны қостым, араластырамын қазір. Содан кейін шамамен бір 4-5 сағаттың ішінде бұл өзі ашып, керемет тамаша, керемет әйбат болып шығады. Ашығаннан кейін тағы да су қосыңыздар. Міне мынау қою болып тұр ғой қазір кішкене. Сусын. Әйбат болып шығады, қыздар. Баяғыда ауылда елдің бәрінің үйінде болатын да осындай ашыған көжі. Елдің бәрінің холодильнигінде тұратын. Кстати, мынау ертең ашық болғаннан кейін мына ыдыстан алып тастаймыз. Бұны негізінде шыны ыдысқа, банкіге, 3 литр банкіге құйып қойыңыз. Не болмаса эмалированный кастрюль бар ғой, сондайға құйып қойсаңыз да болады. Сонда жақсы болады да енді. Мынау ыдыстан көрі, мынау темірден көрі, алюмин бе, темір, содан көрі сол жақсы да. Сондайға салып қойыңыз. Баяғыда ауылда деймін де, біздің бала кезімізде елдің бәрінің үйінде болатын осындай көжі. Даладан біреу келеді ғой енді ауылда. Соның міндетті түрде үлкен көсемен бір кесе ашыған көжін міндетті түрде әлгі адамға ұсынады. Ішесіз ба, көж ішесіз ба деп келген адам міндетті түрде отказ бермейді бұдан. Күннің ыстығында керемет шөлді басады. Бұл енді
біздің қазақ білген ғой, негізінде пайдалы нәрсені білген ғой, өте пайдалы бұл деген, енді айта алмаймын енді. Вот, қыздар, көп сөйлеп кеттім ғой деймін, давайте, қыздар, мінекей осы жасаңыздар, көріңіздер, қай нәрседен қанша грамм қосу керек екенін описанияға жазып кетем. Негізі ол міндетті түрде емес, анадан жарты килограмм, анадан 1 килограмм, 3 литр сүт деген сияқты ондай рецебі жоқ. Өзіңіздің көңіліңізге, ойыңызға қалай келеді, солай істей берсеңіз болады. Бірақ мына сұйығы негізінде қоюына қарағанда көбірек болған дұрыс. Күннің ыстығында бұл сусын ретінде ішіледі ғой. Қыздар, давайте, пока. Арнамызға жазылып, лайк баса кетіңіз, өзіңіздің комментарийіңізді, ойыңызды, мнениеңізді айта кетіңіз. Жалпы негізінде бұны қыздар не только мына неден, перловкадан, неше түрлі нәрседен жасауға болады. Давай, пока, қыздар. Қыздар, мен жаңа айтуды ұмытып кеттім ғой, ана көрші келіншек келіп маған сразу холодильникке салып тастасаңшы деген кезде есіме түсті, неге айтпадым деп сіздерге. Жоқ, сразу салмаңыздар холодильникке, бұл ашып быршысын. До того быршып ашиды. Апашту. Вот, нағыз құндылығы сонда. Нағыз ценность дейді ғой. Нағыз дәмі сонда. Әптен ашты болып быршығаннан кейін барып холодильникке мұздай қылып салып тастайсыздар. Бұны күн ыстықта сол қалпында ішсеңіз, әлгі әсіресе әлгі арақ ішкеннен ағалар ауырады ғой. Вот сондайға да керемет күшті. Давай, пока.